Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahu wa barakatuhu. Тәубе туралы мен айтайыншы сіздерге, эфирдің соңына дейін отырыңыздар. Өйткені біздер үшін ең қажетті дүние осы. Мен қазір оның барлығын өтір нүктесіне дейін түсіндіріп берем. Достар, бірінші Құран аятымен бастайыншы. Бірінші, Аллах Тағала өзінің мүмин, яғни өзінің жаратқан пенделеріне былай айтады. Тыңдаңыздар. Астағфируллах билла. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Садақаллахул азим. Аллах Тағала айтады. Ва мүминдер дейді. Аллах Тағала. Енді қараңыздаршы, Алланың сөзінен артық кімнің сөзі бар? Айтыңызшы. Ешкімнің сөзі жоқ, дұрыс па? Алланың сөзінен ұлы ешкімнің сөзі жоқ. Енді сол Аллахың Субханаху Тағала айтады, бақытқа жетіп құтыламын десеңдер дейді. Қараңыздар, бақытқа жетіп құтыламын десеңдер, онда барлықтарың бірдей тәубеге келіңдер деп айтады. Қараңызшы, Алланың аяты. Алла Тағала бақытқа жету үшін, бақытты болу үшін не деп айтып жатыр? Бір назар салып тыңдаңыздаршы. Аллах Тағала бақытқа жету үшін бұл аятта айтып жатыр. Бақытқа жетіп құтыламын десеңдер дейді. Онда бәрің бірдей тәубеге келіңдер деп Алланың өзі айтып жатыр. Бұл жерде тәубенің маңыздылығын Аллах Тағала не істеп жатыр? Айтып тұрды. Тәубенің маңыздылығы қандай орасан зор екенін, тәубенің маңыздылығы өте үлкен екенін Аллах Тағала өзі көрсетіп айтып жатыр. Қараңыздар, бақытқа жетемін десеңдер, бақыттың ішіне не кіреді, достар? Айтыңыздаршы. Бақыттың ішіне не кіреді? Кім бақытты қалай түсінеді? Жаза беріңіздер комментарияға. Ойларыңызды, пікірлеріңізді жазыңыздар. Бақытқа не кіреді сіздің ойыңызша? Бақытқа не кіреді? Бақытқа, достар, қараңыздар. Сіздің жақсы өмір сүруіңіз, денсаулығыңыз, болмаса семьяңызда берекенің болуы, ризығыңыздың артуы, осындай секілді нәрсенің барлығы бақыттың ішіне кіреді, дұрыс па? Тату, тәтті өмір сүру, бала шағаның амандығы, осын депрессия, стресс, уайым, қайғысыз өмір сүру, осының барлығы бақытқа кіреді, және ақыреттегі Аллахың Субханаху Тағала өз қалауымен жәннатқа кіргізсе, міне осы нәрселердің барлығы бақыт дейді. Көрдіңіздер ме? Аллахың Субханаху Тағала бұл жерде айтып жатыр. Қараңыздар. Ватубу илаллахи жамиан айюхал муъминуна лааллакум туфлихун деп жатыр. Ва мүминдер, егер бақытқа жетіп құтыламын десеңдер, онда не істейді? Онда барлығын бірдей тәубе етіңдер деп жатыр. Достар, міне өмірдің бақыты, ақыреттің бақыты неде тұр? Ойлаңызшы, осы тәубеде тұр. Бақытты біреулер әр нәрседен іздейді. Мысалы, қараңыздаршы, бақытты біреулер музыка тыңдаса, өзін бақытты сезінеді. Біреулер басқа нәрсені қыдырумен іздейді бақытты, дұрыс па? Нағыз бақыт, достар, міне тәубеде. Достар, біздің жолымыздың болмай жүргені, ризық несібеміздің артпай жүргені, проблемадан проблемаға түсіп жүргеніміз, стресс, депрессияға, кредит, қарыз, оның барлығы проблема ғой. Сол проблемаға кіріп кетіп атқандарымыздың ең үлкен себебі, достар,
Аллаға тәубе етпеудің артында. Көрдіңіз ба? Аллаға біз тәубе ететін болсақ, Аллахым субхану ва тағала екі дүниенің бақытын да беріп қояды. Енді қараңыз. Біреулер жолын аштыру үшін барады, анаған оқытылады, наған оқытылады, дұрыс па? Ананың курсын алады, наның курсын алады. Әйтеуір қолынан келген барлығын істейді. Бірақ жота не? Жота нәтиже жоқ. Болмай атыр. Не істейм енді? Болмай атыр да? Не істейм? Сізге бірақ нәрсе айтам. Ол менің сөзім емес, Алланың айтқан сөзін айтам сізге. Аллах айтады. Бақытқа жетейін дейді, бақытқа жеткің келсе дейді. Аллах айтып жатыр. Онда тәубе ет деп жатыр. Көрдіңіз ба? Нағыз бақыт, міне, тәубенің ішінде жатыр ғой. Біз осы нәрсені біліп, осы нәрсеге амал ететін болсақ, иншаллах, Алланың қалауменен уже біздің бақытты күндеріміз жайлап не болады? Уже бақыт бола бастайды. Проблемамыз шешіле бастайды. Депрессия, стресстерден кішкене жеңілденеміз, аулақ боламыз. Бұл кімнің қалауымен болады? Алланың қалауымен болады. Түсініңіздерші? Алланың қалауменен. Сіз күнәңізға тәубе етпей бар ғой, қанша нәрсе істесеңіз бар ғой, Аллах Тағала берекесін бермесе өте қиын ол. Өте қиын негізі. Бірінші осы тәубені істеп көріңізші, тәубені. Тәубенің өзінің шарттары бар, тәубе қалай жасалады. Мен қазір сіздерге тәубе жайлы керемет хикаялар айтып берем. Керемет хикаялар. Оны естіп, дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың. Мен осы жерде үлкен сабақ алдым деп уже ойлана бастайсыз. Енді қараңыздар. Нақ бір хикаяны айтайын. Достар, сіз қанша күнә жасауыңыз мүмкін. Күнәнің үстіне күнә жасай бересіз, бірақ тәубенің болмағаннан кейін, тәубе болмағаннан кейін жолыңыз әрине жабылады. Енді мына бір хикаяға назар салыңызшы. Мұса алейхиссаламға бір кісі келіп айтады. Мұса дейді, сен Аллахтан сұрашы дейді. Дүниедегі ең жаман адам кім екен? Соны білейінші дейді. Неге? Сол адамнан аулақ жүрейінші деп айтады. Сонда Мұса алейхиссалам қолын жайып Аллахтан сұрайды. Аллахым, дүниедегі ең жаман адамды біздерге көрсетші деген кезде Аллах Тағала айтады. Мұса, қазір бір адам өтеді. Сол адам дүниедегі ең жаман адам деп айтады. Сонда Мұса алейхиссалам мен әлгі қасындағы адам екеуі тұрады. Сөйтсе, Мұса алейхиссаламның жанынан бір кісі кішкентай баласын ертіп теңізге қарап кетіп бара жатады. Сонымен Мұса алейхиссалам, дүниедегі ең жаман адам осы екен ғой. Білдік, енді осыдан аулақ жүреміз дейді. Біраз уақыт өткеннен кейін Мұса алейхиссалам сұрайды қайтадан. Аллахым, енді дүниедегі ең жақсы адамды көрсетші, соған жақындайық, сонымен араласайық деп Аллахтан сұрайды. Сонда Аллах Тағала айтады, Мұса дейді, қазір бір адам өтеді дейді, алдарыңнан, сол адам дүниедегі ең жақсы адам деп айтады. Сонымен екеуі біраз уақыт тұрады. Сөйтсе, баяғы кісі баласымен өтеді. Сонда әлгі Мұса алейхиссаламмен жанындағы адам таң қалады. Аллахым, бұл қалай дейді. Жаңа ең жаман адамды көрсетші деген кезде осыны көрсеттің дейді да, ал ең жақсы адамды көрсетші деген кезде тағым оны көрсетсін. Адам қалай бір десең жаман адам болады, бір десең ең жақсы адам болады деп айтады. Сол кезде Аллах Тағала айтады. Ол кісі дейді, теңіздің жанына баласын ертіп барды дейді. Сол кезде баласы әкесінен сұрады дейді. Әке, мынау үлкен болған теңізден үлкен не бар деген кезде әкесі айтады. Теңізден үлкен мұхит бар дейді. Әке, білдім.
Ал мына мұхиттан үлкен не бар деп сұраған кезде, Алланың жаратқан жер шары бар дейді. Мұхиттан үлкен. Әке, Алланың жаратқан жер шарынан да үлкен не бар деген кезде, балам-ау, Нахрус әкеңнің үлкен күнәсі бар дейді. Нахрус әкеңнің күнәсі соншалықты үлкен, жер шарынан да үлкен деп айтады. Сонда баласы айтады, әке, сіздің күнәңізден да үлкен не бар деп әкесінен сұрайды. Сонда әкесі айтады, балам дейді, менің күнәмнен да үлкен Алланың мейірімі, Алланың рахмы, Алланың кешірімі бар деп айтады. Менің күнәмнен да үлкен Алланың кешірімі бар деп айтады. Аллах Тағала сол бір сөзі үшін, қараңызшы, бір сөзі үшін бүткіл күнәларын кешіріп, дүниедегі ең жақсы адам қылып көрсетіп қойды Мұсаға. Қарасаңызшы, қазір ғана, жаңа ғана ол дүниедегі ең жаман адам болып тұр еді. Тәубенің, қарасаңызшы, тәубе етуменен, достар, тәубе етуменен Алланың алдында ең жақсы адам болды. Я, достар, ақшамен есептелмейді. Адамның жақсы жамандығы Алла ақшамен есептемейді. Дұрыс, бәлкім біреулеріңізде ақша аз шығар. Я? Бәлкім біреулеріңізде ақша көп шығар. Бірақ дегенмен, достар, Аллах Тағала ақшамен адамды есептемейді дәрежесін. Аллах Тағала адамның дәрежесін тәубемен есептейді, достар. Сол үшін мен сіздерге үнемі көп айтам, достар. Егер расында да бақытты өмір сүргіңіз келсе, тәубе жасаңызшы. Шынымды айтайын. Оны Құранда Аллах Тағала көп айтқан, даже керек десеңіз тәубе деген сүре бар. Алланың алдында тәубенің маңыздылығы соншалықты үлкен. Егер күнәңіз теңіздің көпшігіндей көп болса да, Аллах Тағала қаласа, сол бүткіл күнәңізді сауапқа айналдырып тастайды. Ойлаңызшы, бүткіл күнәңізді просто істеген күнәңізға тәубе етіңізші. Тәубе ету арқылы, достар, осы дүниенің бақытына жетеді адам. Және ақыреттің бақытына жетіп, Аллах Тағала не деп айтады? Жәннатқа кір деп айтады. Ойласаңызшы, нағыз бақыт осы емес па? Біз бақытты қайдан іздеп жүрміз, достар? Айтыңызшы. Бақытты қайдан іздеп жүрміз? Нағыз бақыт. Екі дүниенің бақытын көру. Екі дүниенің бақытын көру үшін не істеу керек? Адам істеген күнәсіне тәубе ету керек. Омар радиаллаху анхудың заманында, Омар сахабаның заманында бір кісі киіміне жасырып, былай айтқан кезде арақ деп айтады ғой, қойына арақ салбаған, жолда келе жатқан кезде алдынан Омар шығады. Ей, пәленше, ана қойныңдағы не дейді? Сонда әлгі адам Аллах Тағаладан жылап тұрып кешірім сұрайды. Я Аллахым, мені кешірші. Мен енді ішпеймін, Аллахым, сөз берем. Мен бұдан кейін арақ ішпеймін. Просто мені позор қылмашы, өтініш. Аллахым, мен тәубе еттім. Тәубемді қабыл ете көрші деп Аллаға шын жүрегімен жалынады. Сол кезде Омарға айтады. Омар, бұл әшейін сірке суы ғой деп айтады. Сонда Омар радиаллаху анху көрсетші деп айтады. Сонда қойнынан бөтелкені ап шықса, расында да сірке суы болып тұр ғой. Алланың құдіретін қарасаңызшы. Анау ішіндегі арақ еді.
Бірақ Аллаға шынайы тәубе етіп, Аллахым мені құтқаршы, өтініш, мені құтқаршы, істеген күнәма, ішкеніме барлығына тәубе еттім, кешірші мені, я Рахману, я Рахим деп бөтелкесін ап шыққан кезде ішінде сіркесі отыр ғой. Аллах Тағала харам нәрсені халалға айналдырып қойды да. Қарасаңшы Алланың құдіретін. Осындай құдіретті Аллах Тағала сіз бенен біздің, достар, сіз бенен біздің әшейін жай ғана проблемамыздан арылтамайды деп ойлайсыз ба? Аллах қаласа бір сәтте ақ өміріңізді, білесіз ба, 180 градусқа өзгертіп қояды. Бір сәт болды, көп емес. Осы бір хикая айтам, осыны естіп, достар, уже ойланасыздар. Қараңыздар, пайғамбарымыздың заманында бір сахаба бір үйге барады, бірдеңе сұрап барама, сондай бірдеңемен барады. Барып қалса, бір шомылып жатқан әйелге көз түседі. Сразу есін жинайды да, қатты өкінеді. Қарап қойғанына қатты өкініп, я Аллахым, енді мен пайғамбардың бетіне мынау күнәһар көзбен қайтып қарайым деп, сол қаладан қашып кетеді. Пайғамбар әлгі адамды іздейді. Анау Сағлаба деген сахаба қаяқта? Көрінбей кетті ғой, қайда дейді. Ешкім білмейді. Күтеді, келмейді ол сахаба. Қаланың сыртына шығып кеткен ғой, таудың арасына. Сонымен аят түседі Аллах Тағала тарапынан. Қай жерде екенін айтады ол адам, тығылып отқан пенденің. Сонымен сол жерге Омар мен бір сахабаны жібереді, барып ертіп келіңдерші, ана Сағлаба деген сахабаны деп айтады. Сөйтіп тауға барса, бір қой бағып жүрген бір кісіге жолығады. Осындай адамды іздеп жүрміз, көрмедің бе деген кезде, жағы қой бағып жүрген адам айтады, түннің бір уағында дейді, түннің бір уағында ол істеген күнәсіне қатты өкініп тауда айқайлайды дейді. Аллахым, мені кешір. Аллахым, мені кешір. Мынау мүбәрәк пайғамбарымыздың мүбәрәк жүзіне мынау күнә жасаған көзбен қалай қарайын деп Аллах Тағаладан кешірім сұрайды. Сонымен Омар радиаллаху анху оны тауып алады таудың арасынан. Тауып алғаннан кейін пайғамбар сені іздеп жатыр дейді. Мұхаммад алейхиссалам сені іздеп жатыр дейді. Сонда әлгі сахаба айтады, менің істеген күнәмді біліп қойды ма дейді. Мен оны білмеймін дейді, бірақ сені шақырып жатыр дейді. Сонда Омарға айтады, Омар, онда мені пайғамбардың алдына пайғамбар намаз оқып жатқан кезде алып баршы дейді. Неге? Өйткені мына күнә жасаған көзбен пайғамбардың бетіне қарай алмаймын дейді. Содан кейін пайғамбардың алдына алып барады. Пайғамбар намаз оқып болғаннан кейін, ана Сағлаба бар ма? Сағлаба келді ма деп әлгі сахабаны сұрайды. Сол кезде ол сахаба жылап жібереді, кешірім сұрайды. Сонда Аллах Тағаладан оның дұғасы қабыл болды, оның тәубесі қабыл болды, Аллах Тағала оның күнәсін кешірді деген аят түседі. Сонымен бір күндері Сағлаба қатты ауырып қалады. Жан тапсыру сәтіне келеді. Сол кезде пайғамбарға айтады, Расулла, ана Сағлаба өлейін деп жатыр. Сонда пайғамбар сахабаларды ертіп сол сахабаның үйіне барады. Үйіне барғаннан кейін пайғамбардың тізесіне басын қойып жатады. Сол кезде тізесінен басын алады. Сағлаба, неге мен тіземнен басыңды алып жатсың деген кезде, мен күнә жасаған көзбен қалай саған қарайым деп айтады. Сөйтіп жүріп, оның тәубесі қабыл болып, дүниеден өтеді. Сол сахабаның жаназасында
пайғамбарымыз аяғының ұшымен тұрады. Ойласаңызшы, аяғының ұшымен тұрады сол сахабаның жаназасында. Барып сол сахабаны көміп келгеннен кейін сұрайды адамдар: я Расулулла, неге аяғыңның ұшымен тұрдың деп айтады жаназада. Сонда пайғамбарымыз айтады: бұл Сағлабаның Сағлабаның жаназасында дейді, періштелердің соншалықты көптігі мен аяғымның ұшымен тұруға мәжбүр болдым деп айтады. Сонда ол сахабаның жаназасына, достар, періштелер де қатысқан екен. Ойласаңызшы. Сол тәубе еткен сахабаның жаназасына періштелер қатысқан. Пайғамбарымыз сол сахабаға бір айтқан сөзі бар: қандай күнә жасасаң да бір дұға бар дейді. Сол дұғаны айтсаң, күнәләрің кешіріледі дейді. Я Расулла, ол қандай дұға деген кезде: Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Бұл дұғаны білеміз ғой, я? Осы дұға: я Аллахым, осы дүниеде де жақсылық бер, ақыретте де жақсылық бер, және дозақ отынан өзің сақтай көр деп дұға ет деді. Сол дұғаны тілесең, Аллах Тағала күнәләріңді кешіріледі деп сол сахабаға айтты. Достар, біз де айтып жүрейік сол дұғаны. Аллах Тағала кім қандай күнә жасаса да барлығын кешіреді. Алладан үмітіңізді үзбеңіз. Я, қазір қиналып жүрген шығарсыз, бірақ ол уақытша. Құранда Аллах айтады: «Фа инна ма'ал усри юсра» дейді. Бір ауырлықтан кейін бір жеңілдік келеді дейді. Я, постоянно, әрдайым ауырлық бола бермейді, достар. Сол ауырлықтың артынан жеңілдік болады. Қуаныш, қайғы бірге жүретіні сияқты, ауырлық та, жеңілдік те бірге жүреді. Бұның барлығы Алланың әділдігімен болады. Достар, біздің ризық несібемізде, біздің тағдырымызда, біздің проблемамызда барлығы Аллах қаласа болады, Аллах қаламаса болмайды. Түсінесіз ба? Ал бақытты өмір сүру үшін, достар, не істеу керек? Айтыңызшы. Бақытты өмір сүру үшін. Я, біреулер бақытты өмір сүру үшін ананы істейді, мынаны істейді, дұрыс па? Бірақ еш нәтиже болмай жатыр. Я, мешітке барып Құран оқытқызады, я, Құдай тамақ береді, басқаны істейді, ана бір курсты алады, наны алады, бірақ жоқ, нәтиже жоқ. Жоқ. Неге? Өйткені бір нәрсені істемей жатыр да, достар. Бір нәрсені. Егер сол тәубе деген дүниені шын жүрекпен істейтін болсақ, өкініп тұрып, онда иншаллах өміріңіз взлет болады. 180 градусқа өзгереді. Сеніңші, Аллах Құранда бекермен айтпайды. Мен жаңа сіздерге айттым ғой. Достар, аятты келтірдім ғой. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ деп Алланың өзі айтып тұр. Бұл жерде адам айтып атқан жоқ, достар. Бұл ғалымның да сөзі емес, бұл пайғамбардың да сөзі емес. Бұл бүкіл әлемді жаратқан, барлығымыздың иеміз, біздерді жоқтан бар еткен, бүкіл ризық несібемізді сол береді. Ұлы Аллах субхану ва тағала Құранда айтады: «Ва мүминдер» дейді. Мүминдер, ва адамдар, ва мүминдер, бақытқа жетіп құтыламын десеңдер, барлығын бірдей тәубеге келіңдер деп Алланың өзі айтып жатыр. Түсінесіз ба? Нұр сүресі 31 аят. Алланың өзі айтып жатыр. Бақытқа жетем десең, тәубе ет деп жатыр. Істеңші тәубені, қиын емес қой. Алладан шын жүрекпен істеңші. Мысал қараңыз,
Алдымызда 2024 келе жатыр, иә? Сол 2024-ке Алладан шынайы жүрекпен сұраңызшы, план жазыңыз. Аллахым, мен осы жыл маған хайырлы болсыншы, үй алайыншы, осы жыл мен кредитімді жабайыншы, осы жылы мен қажылыққа барайыншы, осы жылы мен Құранға түсейінші деп Алладан сұрай беріңіз. Сұрай беріңіз. Аллах ұлық. Ешкімнің дұғасын Аллах Тағала кері қайтармайды, қабыл етеді. Түсінесіз ба? Аллах Тағала бүкіл әлемнің Раббысы болғаннан кейін күнәні кешіреді. Пайғамбарымыз бір мысал айтады, қараңыздаршы, осы мысалда үлкен мән жатыр. Сіз құм далада келе жатсыз дейді. Түйенің үстінде. Түйенің үстінде сіздің киіміңізде, азық түлігіңізде, барлығы түйеде, қоржында. Жан-жаныңызда ештеме жоқ, әшейін құм, күн деген ыстық. Сонда кішкене демалып алайыншы деп түйеден түстіңіз, бірақ түйеңіз қашып кетті дейді. Сіз түйеңіздің артынан қуалап жете алмай, қатты шаршап құладыңыз дейді. Бір құлаған кезде адамның нәсіренесі болмайды, түйесі қашып кеткенде. Неге? Өйткені тамағы, суы барлығы түйеде еді. Түйе кетті. Енді сіздің күніңіз бітті. Сол жерден сіздің үмітіңіз үзілді. Мен осы жерде өлдім ау. Осы жерде менің ең соңғы күнім осы жер ау. Деп қатты өкінесіз, қатты мұңаясыз, дұрыс па? Пайғамбарымыз айтады. Бір уақытта көзіңді ашсаң, сол түйе алдыңа келіп тұр дейді. Қалай қуанасыз сол кезде дейді. Айтыңызшы, қуаныш өте жоғары болады. Өйткені сіз әрмен қарап өмір сүруге үмітіңіз бар. Өйткені азық түлігіңіз, суыңыз барлығы алдына келіп тұр. Пайғамбарымыз айтады, егер бір адам дейді, тәубеге келсе дейді, достар, тәубеге, Аллах Тағала одан да қатты қуанады дейді. Ойласаңызшы. Түсінесіз ба соны? Егер сіз тәубеге келсеңіз, Аллах қуана деген. Я. Достар, өмір қысқа. Я. Аллах Тағала мысал ретінде барлығын көрсетіп қойды. Қаншама адамдар дүниеден өтіп баратыр, көз алдымызда. Бір күні сол нәрсе бізге де келетіні хақ. Біз де өмірден өтеміз. Бұл нәрселердің барлығынан кетеміз. Просто Алланың берген ғұмырын, достар, пайдаланайық та, жақсылап. Тәубеменен, Аллаға иман келтіруменен, құлшылықпенен, бала-шағаның қызығыменен, еліміздің амандығыменен, деніміздің саулығыменен, солай керемет өткізікті өмірді бақытты қылып. Мен сіздерге бірақ нәрсе айтам, достар. Бірақ нәрсе болды, көп емес. Бақытқа жету үшін, достар. Нағыз мен шынайы бақытты айтып жатырмын. Өтірік бақыт емес, шын бақыт. Егер бақытты болғыңыз келсе, тәубеге келіңіз. Болды, бұдан басқа ештеме айтпайым, достар. Ештеме айтпайым. Өйткені бақыт беретін кім? Бақытты қылатын, бақытсыз да қылатын кім? Аллах емес па? Аллахтың өзі айтып тұр ғой. Бақытты болғың келсе дейді, тәубе жаса дейді. Мен қуанам дейді. Түсінесіз ба? Сіз бойсынып, Алладан кешірім сұрап, Аллахым, мен пендешілікпен күнә жасап қойдым, мені кешірші, я Рахман, я Рахим, я Зулджалали вәл икрам, я Ғафур, я Рахим деп Алладан кешірім сұраңшы, тәубе етіп. Аллах қуанады сіз үшін. Аллах қуанады. Неге? Өйткені Аллах жақсы көреді ғой біздерді. Қанша күнә жасаймыз,
бірақ Аллах сонда да біздерді күтеді. Мына пендем тәубеге келетін шығар деп күтеді. Біз көбінесе тәубе етпейміз. Күнә жасауына жасаймыз, бірақ тәубе етпейміз. Біреудің сыртынан ғайбат айтамыз, біреудің сырттарынан өсек айтамыз, бірақ Аллах Тағала сонда да жазасын бермей күтеді біздерді. Ал біз тәубеге келсек, Аллах Тағала қуанады. Ал Алланы қуантқан пендесіне Аллах Тағала не береді? Иншаллах, екі дүниенің бақытын береді. Бақытқа жету үшін, достар, көп нәрсе істеудің қажет емес. Егер білген, түсінген адамға көп нәрсе істеудің қажет емес, шаршап қаласыз. Көп бақытқа жетем деп, көп нәрсе істеп, өзіңізді үйтіп шаршатқанша, достар, шынайы тәубе етіңізші. Бірақ нәрсенің өзі сізді екі дүниенің бақытын алып барады. Қандай күнәһар болсаңыз да, уақытысында қандай күнә істесеңіз де, Аллах кешіреді. Үмітіңізді үзбеңіз. Аллах кешіреді. Алланың кешірімінен үміт үзуге болмайды. Мен сіздерге қазір хикая айтам. Мұса алейхиссаламның заманында, Мұса пайғамбардың заманында, Аллах Тағала ол Мұсаның қауымына су бермей қояды, жаңбыр бермейді, жаңбыр жаумайды, құрғақшылық сондай басталады. Күн деген ысып кеткен, огород, поля, еккен егіндердің барлығы өліп жатыр, құрғап. Неге? Су жоқ қой. Бір уақытта адамдар Мұсаға келіп айтады: "Ей Мұса, сен Алланың пайғамбарысың ғой, Алладан бізге жаңбыр сұрашы, су берсін" дейді. Сонда Мұса айтады: "Онда барлығымыз бір алаңға жиналып, Аллаға құлшылық жасайық, Алладан жаңбыр сұрайық" дейді. Соменен бір күнді анықтайды, сол елдің қауымы барлығы бір алаңға жиналады. Жиналып болғаннан кейін Мұса қолын көтеріп Аллахтан дұға етеді: "Я Аллахым, біздерге жаңбыр бер. Аллахым, еккен егіндеріміз өліп жатыр. Мына бір құрғақшылықтан біздерді құтқар" деп жалынады. Сонда Аллах айтады: "Ей Мұса, осы жиналған адамдардың арасында бір 40 жылдан бері күнә жасап келіп атқан бір адам бар" дейді. Ойласаңызшы, 40 жылдан бері күнә жасап келіп атыр. Сол адам осы арадан шығып кетсін дейді. Сонда мен жаңбыр берем деп айтады. Сонда Мұса айтады адамдарға: "Аллах айтты" дейді. "Араларымызда бір 40 жылдан бері күнә жасап келіп атқан бір адам бар. Сол адам шығып кетпейінше Аллах жаңбыр бермеймін" деп айтып жатыр дейді. Сонда адамдардың бәрі: "Ей, ол кім? Ол кім? Соның кесірінен қанша егіндеріміз өліп жатыр. Соның кесірінен құрғақшылық болып жатыр. Ортадан шығып кетсін" деп айқайлайды адамдар. Сізге бір сұрақ қоям, қараңызшы. Егер сол адам сіз болғаныңызда, сол ортадан шығып кетер ме едіңіз? Айтыңызшы. Адамдардың барлығы сізге қарап тұр. Сол ортадан шыға аласыз ба? Шыға алмайсыз қой. Неге? Өйткені духыңыз, арыңыз жібермейді шығуға. Ұяласыз. Менің кесірімнен қаншама адамдар жапа шегіп жатыр деп ұяласыз. Әлгі адамшы, әлгі адам не істейді? Адамдардың барлығы опыр-топыр болып жатқан кезде ол адам жылайды. Алладан кешірім сұрайды: "Я Аллахым, мен мойындаймын, 40 жылдан бері күнә жасап келіп жатырмын. Бірақ сен кешірімдісің ғой, Аллахым. Мені ұятқа қалдырмашы, Аллахым. Мен тәубе еттім. Аллахым, тәубе еттім. Мен олай жасамайым енді. Кешірші мені, Аллахым" деп жылап тұрып Аллахтан кешірім сұрайды. Сонда аспанда Аллах Тағала Алланың қалауымен бұлт қаптап жаңбыр жауады. Сол кезде Мұса таң қалады: "Я Аллахым" деп айтады. "Қалай?" дейді. "Ол адам шығып кеткен жоқ қой ортадан. Қалай жаңбыр жауып жатыр" дейді.
Сонда Аллах айтады, ол адам тәубе етті дейді. Ол адам менен шын жүрегімен кешірім сұрады. Мен жаңбыр бердім деп айтады. Сонда Муса айтады, ол адамды маған көрсетші, кім екен, мен көрейінші деген кезде Алла не деп айтады? Мен оның 40 жылдан бері күнә жасап кеватса да, адамдардан жасырдым дейді. Енді тәубеге келген кезде оны айтам ба деп Аллах Тағала айтады. Қарасаңызшы Алланың әділдігін. Біз пенде болғаннан кейін қанша күнә жасаймыз. Бірақ кешіреді Аллах Тағала. Сонда да кешіреді. Неге? Өйткені жаратқан пендесін жақсы көреді ғой. Жақсы көреді. Мысалы қараңызшы, бір ана бала босанды, дұрыс па? Ертең баласы бұзақылық жасады, үйтті, бүйтті, сөйтті, дұрыс па? Кейін анасынан кешірім сұраса, анашым, мен сізді жүзіңізді жерге қараттым. Мен жақсы бала бола алмадым, анашым. Енді бұрынғы бұзақылықтарын барлығын тастайым. Мені кешірші десе, анасы не айтады оған? Кешірмейм дей ма? Балам, мен сенен ренжіген жоқпын, мен сені кешірдім деп айтады. Неге? Өйткені жақсы көреді ғой баласын. Аллах анамыздан да бізді қатты жақсы көреді. Ойласаңызшы, Алланың ұлықтығын. Достар, Аллах қаласа бар ғой, өміріңіз көзді ашып жұмғанша гүлденіп кетеді. 180 градусқа өзгеріп тастайды. Алланың құдіреті жетеді. Өйткені сол Алланың қолында тұрған дүние ол. Ақшам жоқ, ақшам аз деп мұңаймаңыз. Береді Аллах Тағала. Алладан үмітіңізді үзбеңіз. Қандай проблемаңыз болса да, Аллахтан сұрай беріңіз. Аллах Тағала береді. Аллах Тағала естіп тұр, көріп тұр, біліп тұр, барлығын біледі. Просто бір нәрсе айтам сіздерге, достар. Тәубе жасайықшы, тәубе. Істеген күнәмізға тәубе жасап, өкініп, Алладан кешірім сұрайықшы. Аллах біз үшін қуанады. Және жасаған бүткіл дуа тілегіңізді қабыл етеді, иншалла. Сеніңші соған. Сенің соған. Мен жаңағы аятты бекермен оқыған жоқпын, достар. Егер нағыз бақытқа жетем десеңдер, онда тәубе етіңдер деп Аллах Тағала айтты. Бұл тәубе тек қана осы дүниенің бақытын емес, ақыреттің да бақытын алып барады. Ақыретте иншалла жәннаттық боласыз. Тәубе жасау арқылы. Алланың дидарын көруге нәсіп етеді. Ойласаңшы, бір тәубенің артында Аллах айтады ғой, күнәң теңіздің көпірігіндей көп болса да дейді, күнәң. Егер шын жүрекпен тәубе етсең, сол бүткіл күнәңді сауапқа айналдырып жіберем дейді. Біз пендеміз, дұрыс. Кейде адасамыз, тәубеге келеміз, күнә жасаймыз, тәубеге келеміз. Біз пендеміз, өмір сондай өзі. Күнә жасамайтын адам жоқ. Барлық адам күнәһар. Барлық адам күнә жасайды. Бірақ сол жасаған күнәмізға өкінейікші, өтініш. Жасаған күнәмізға өкінейікші. Осы өкініш, достар, сізді бақытқа алып барады. Түсініңізші, тәкаппарлыққа салынбай, менікі дұрыс, оныкі дұрыс емес, менікі дұрыс, мен правпын ол жерде деп айтпайықшы, достар. Біреуге ауыр сөз айтып қойдық па? Кешірім сұрайық. Кешірім сұрайық. Сол кешірім сұрау арқылы, достар, өміріңіз өзгереді. Сеніңізші. Мен айтып отқан жоқпын, достар. Аллах айтып жатыр. Мүмкін Аллах Тағала қазір мен арқылы сіздерге естіріп тұрған шығар.
солай қабылдаңыздаршы сіздер, өтініш. Аллах маған осы аятты, осы мұрат арқылы маған естіп тұр деп қабылдаңыздаршы. Мен және жақсылап бір аятты оқып берейін арабшасымен, тыңдаңыздаршы. Бисмиллах. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ деп Аллах айтып жатыр. Уа мүминдер дейді. Ойласаңызшы, бақытқа жетіп құтыламын десеңдер, онда барлығың бірдей тәубе етіңдер деп Алланың өзі айтып жатыр. Жадымызда ұстайықшы, мен оны бекермен айтып жатқан жоқпын сіздерге. Білсін, естісін, амал етсін, тәубе етсін деген мағынада айтып жатырмын. Просто ертек тыңдағандай тыңдамаңыздаршы, өтініш. Айтылды ма, айтылған нәрсеге амал етіңіздерші. Амал ету арқылы, иншаллах, ол жүзеге асады. Амал ету арқылы жүзеге асады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, тыңдаңыздар. Адам баласының бәрі қателік жасайды дейді. Дұрыс қой енді. Ешкім қателік жасамайды емес, достар. Пайғамбардың өзі айтып жатыр. Адам баласының барлығы қателік жасайды дейді. Солардың ішіндегі дейді, пайғамбар айтады, солардың ішіндегі ең жақсысы дейді, жасаған күнәсына тәубе еткендер деп айтады. Ойласаңызшы, пайғамбар айтып жатыр. Адам баласының барлығы күнә жасайды. Сол адамдардың ішіндегі ең жақсысы жасаған күнәсіне тәубе еткен деп айтады. Жақсы адам болғыңыз келе ма? Алланың алдында. Я, болғым келеді. Ол барлығының сөзі, дұрыс па? Кез келген адам жақсы адам болғысы келеді. Онда пайғамбарымыз айтқандай тәубе жасаңыз. Пайғамбар оны бекермен айтпайды. Пайғамбардың айтқан сөзіне біз 100% сенуіміз керек. Ол ақиқат. Егер Алланың алдында жақсы адам болғың келсе, онда істеген күнәңа тәубе жаса. Достар, мен сіздерге сұрақ қойайыншы. Өткенде дұға күші атты сабағыма қатысқандар бар ма? Осы жерде жазыңыздаршы. Енді достар, мынау тәубе туралы болатын сабақ, соның екінші томы ғой енді. Былай айтқан кезде. Бұл енді тәубе туралы сабақ барлығымызға керек болады. Барлығымызға керек. Сіз бай боламын, болмаймын десеңіз де сізге керек нәрсе ол, болды. Керек емес деп ешкім айта алмайды. Бұл керек. Неге? Өйткені бақытқа алып баратын бұл сондай ұлы дүние. Оған кім гарантия? Гарантия Аллах Тағала. Түсінесіз ба? Өйткені Алланың өзі айтты. Бақытқа жетемін десең, онда тәубе ет деді. Етесіз ба тәубе? Осы сабаққа мен айтар едім сіздер, достар, қатысыңыздар. Үлкен дүние аласыздар, үлкен ақпараттар аласыздар. Және соған амал етсеңіздер, иншаллах, екі дүниенің қадірі, екі дүниенің бақыты болады. Осы тәубе сабағына тіркелген адамға плюс дұға күші деген өткендегі 4 күндік сабақ қосымша беріледі. Өзіңіз дәрежесін біліп тұрсыз ғой, енді өз жүрегіңізден сезіп тұрсыз ғой дәрежесін. Сол үшін ниет етіп, осы 2024-ке Аллахым пландар жазып, тәубе етіп, осы 2024-те үй алайын, көлік алайын, қажылыққа барайын, Құранға түсейін деп ниет етіп
дұға етіңізші иншаллах. Аллах Тағала жасаған дұға тілектерді не істейді, кері қайтармайды. Неге достар тәубе жайлы айтып жатырмыз? Себебі қараңыз, тыңдаңыздаршы. Біздің жалпы ризық несібеміз не үшін артпайды? Бұл бір. Не үшін біздің жолымыз жабылып қалады? Не үшін жолымыз ашылмай қалады? Не үшін біздің болайын деп жатқан дүниеміз болмай қалады? Не үшін? Жалпы бұл нәрсенің барлығы бір Алланың қалауымен болады, дұрыс па? Біріншіден достар, естеріңізде сақтаңыздар, адам істеген күнәсіменен жолын жауып тастайды. Күнә істеу арқылы адам өзінің ризық несібесін кемейтеді. Күнә істеу арқылы адам өзін былай айтқан кезде Алладан алыстатады. Енді сол нәрсені жабатын, сол нәрселерден құтқаратын бір амал болу керек қой, дұрыс па? Ол амал қандай амал? Тәубе деген амал, достар. Тәубе жасау, адам істеген күнәсіне өкіну, Аллах Тағаладан жалынып кешірім сұрау, бұның барлығы бұл сіздің осы дүниеңізге де, ақыретіңізге де бұл бақыт болып келеді, иншаллах. Өйткені адам тәубе жасау арқылы күнәсі кешіріледі. Адамның күнәсі кешірілсе, иншаллах, ол адамның ризық несібесі артады. Ол адамның күнәсі кешірілсе, осы дүниенің бақытын көреді, және ақыреттің бақытын көреді. Сол үшін достар, осы нәрседен қалып кетпеңіздер, достар. Енді достар, сіздерге және бір не айтайыншы, фишка айтайыншы осыға, тәубеге байланысты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, Аллах Тағала құлдарының бірі күнә жасайтын болса, дейді, Алланың құлдарының бірі күнә жасайтын болса, содан кейін лайықты түрде, дейді, дәрет алып, 2 ракағат намаз оқып, Алладан кешірім сұраса, Алла Тағала оған міндетті түрде кешірім береді, дейді. Ол қандай намаз? Ол тәубе деген намаз. Соны жазып қойыңыздар, достар. Соны жазып қойыңыздар. Тәубе дейтін намаз. Тәубе намазын жазып қойыңыздар. 2 ракағат оқылады. Сол тәубе намазын Аллахын субхану ва тағаладан шын жүрекпен сұрап, Аллах Тағаладан шын жүрекпен сұрап, кешірім сұрап, күнәмізға тәубе ететін болсақ, иншаллах, ол қабыл болады. Бұл жерде достар, Алланың кешірімі туралы, Алланың мейірімі туралы бір сіздер естіген болатын шығарсыздар, естіген шығарсыздар. Сол жайлы бір кішкене хикая айтып берейінші, иншаллах. Ол барлығыңызға өтеді деп ойлаймын. Алланың мейірімі, кешірімі, рахымдылығы жайлы. Мұқият тыңдаңыздар. Адамға кішкене әсер беретін сондай дүние. Адамдар дозаққа күнәсі көп адамдар дозақта жатқан кезде Аллах Тағала барлығын дозақтан шығуды бұйырады. Босатылады да енді. Сол кезде бір адам Аллах Тағаладан сұрайды. Я Аллахым, дейді. Я Аллахым, мен саған құлшылық еткенім бар, құлшылық жасадым. Сізден бір өтінішім бар, я Рахману, я Рахим деп Алладан сұрайды. Аллах айтады, қандай өтініш, дейді. Мен дозақтың сыртынан шығайыншы деп Аллахтан сұрайды. Аллах Тағала жарайды, дейді. Жәннаттың суына, кәусар суына бір батырып, оған күш қуат береді. Дозақтың сыртына шығады. Шыққаннан кейін бір ұзақтау жерде бір үлкен бір талды көреді. Сол талға қызғады. Басы кішкене жерге түсіп, қайтадан Алладан сұрайды. Аллахым, бір өтінішім бар. Не болды, дейді. Анау талдың көлеңкесіне барып отырайыншы, дейді.
Аллах Тағала Аллаға айтады: осы менің ең соңғы сұрағым, өтінішім осы дейді. Ана талдың көлеңкесіне барайыншы дейді. Аллах жарайды дейді. Сол талдың көлеңкесіне барып, отырып, арғы жағына қараса, жәннат көзіне көрініп тұр ғой. Жәннат, үлкен жәннат. Біраз уақыт өтеді, қызғат, қайтадан Аллаға айтады: Аллахым, және бір өтінішім бар дейді. Не болды дейді. Сұрамайым дегенем, бірақ соңғы сұрауым болсыншы дейді. Не болды? Айт дейді. Жәннаттың есігінің алдына барып, жәннаттағы адамдардың қызықтарын тамашалап тұрайыншы. Соған рұқсат берші деп Алладан сұрайды. Аллах айтады: жарайды, бар жәннатқа кіре бер дейді. Ол адам қуанып келеді. Жәннатқа кірейін десе, көзіне жәннат толып қалған боп көрінеді. Сыймайтын сияқты боп көрінеді да. Сонымен кішкене көңіл күйі түседі. Аллах сұрайды: ай пендем, не болды дейді. Аллахым, маған жәннатқа кір дейсің, жәннат толып қалған ғой деп айтады. Сол кезде Аллах Тағала айтады: пендем дейді, бірінші қадам басып жәннатқа кірсей дейді. Сонда ол қадам басып жәннатқа кіргенде Аллах айтады: ал енді пендем, сұрайтын нәрселеріңді сұрай бер дейді. Сонда ол пенде дүниедегі бүкіл жете алмаған жетістіктердің барлығын сұрайды. Не нәрсе барлығын сұрайды. Сонда ең соңында бұл барлығын сұрап біткеннен кейін не сұрайтынын білмей қалады. Сонда Аллах Тағала есіне салады: пендем, дүниеде есіңде ма? Менен ана нәрсені, мына нәрсені сұрайтын едің дейді. Я, есімде дейді. Сол нәрсені берейін ба дейді. Я дейді. Аллах Тағала береді. Ең соңында Аллах айтады: осы бергеннің үстінен және 5 есе қосып берем деп айтады. Ана адам соншалықты есі ауысып қалады да: Аллахым, мен сенің Раббыңмын, сен менің құлымсың ғой деп керісінше айтып қояды. Сонда дүниені көрді да. Достар, бұл адам жәннаттағы ең кедей адам дейді. Ойласаңызшы. Жәннаттағы ең кедей адам өзінің байлығын санаса дейді, 2 жыл санайды дейді. 2 жыл. 2 жылдың бір күні 50.000 жылға тең деп айтады. Ал енді есептей берің. 2 жылдың бір күні 50.000 жылға тең. Бұл жәннаттағы ең кедей адамның байлығы. Я, жәннатта бай кедей боп бөлінеді. Жәннатта адамдар жәннатқа кірген кезде жәннаттағы өмірінде көрмеген заттарды көріп аң-таң боп жүреді. Ары қарайды, бері қарайды. Не деген дүние, не деген нәрселер, не деген заттар деп адамдар таң қалып жүрген кезде ең соңында Аллах Тағала өзінің пердесін ашып ассаламу алейкум деп амандасады. Сол кезде адамдар Алланың дидарын көріп шеттерінен талып құлай береді. Міне, бақыт қой осы. Айтыңызшы, бұдан асқан қандай бақыт бар? Алланың дидарын көру нағыз бақыт осы. Дұғамызда осын сұрайық, достар. Өзіңнің дидарыңды көрейін. Аллахым маған насіп етші. Аллахым маған жәннаттан, Фирдауси жәннатты насіп етші деп Алладан сұрайық. Неге? Өйткені пайғамбар айтты: Алладан жәннатты сұрайтын болсаңдар, Фирдауси жәннатты сұраңдар деді.
түсініңізші. Сол үшін мен сіздерге постоянно айтам. Егер арман мақсат алға қоятын болсаңыздар, ұлысын сұраңыздаршы. Аллах береді. Аллах Тағала баршамыздың қателіктерімізді кешірсін. Біліп білмес деген күнәмізді кешірсін. Мынау осы бақытқа алып баратын нәрсе, достар. Осы бақытқа алып баратын нәрсе. Тәубе. Түсініңіздерші, тәубе сізді бақытқа алып барады. Біреулер миллиондаған нәрсені алып жатқан шығар, миллион тұратын құнышы. Бірақ миллион тұратын құнды нәрсе тәубенің алдында бір тиын да болмай қалады, достар. Өйткені осы дүниенің бақытына алып баратын, ақыреттің бақытына алып баратын осы тәубе болады, достар. Етейікші, қандай күнәһар болсаңыз да, намаз оқысаңыз да, оқымасаңыз да, арақ ішсеңіз де, ішпесеңіз де, тәубе етіңізші Аллахқа. Барлығы рет-ретімен өз орнына келеді барлығы. Қарзыңыз бар ма қазір? Қарзыңыз құтыласыз, иншалла. Уайымдамаңыз. Жолыңыз болмай жүрген шығар қазір, ашылады жолыңыз. Болады, иншалла, болады. Мен оған сенем. Мен оған кәміл сенем. Кәміл сенем. Ризық несібеңіз артпай жүрма қазір? Күн көрісіңіз қиын болып жүрма? Сабыр етің. Аллаға тәубе етің. Дұға жасаңыз. Болады. Ол адамның қолында емес, достар. Алланың қолындағы нәрсе. Біздің өміріміз де, бақытты, бақытсыз болуымыз да Алланың қолында. Егер Алла қаласа, тағдырыңызға жазып қойған нәрсені Аллах Тағала жақсылыққа өзгертіп тастауы мүмкін. Мұса алейхиссаламның заманында бір бедеу әйел болады. Бедеу әйел түсінесіздер ғой, ол тумайтын әйел, тумайды. Сонда Мұсаға айтады: ей Мұса, Раббыңнан сұрашы, мен балалы болайыншы, балалы болуға маған нәсіп етші деп Мұсаға сұратқызады. Сонда Мұса сұрайды Аллахтан: Аллахым, мынау әйел перзентті болуына нәсіп етші деген кезде Аллах айтады: ол әйелдің тағдырына бедеулік жазылған, ол әйел тумайды дейді. Сонда Мұса айтады: Аллах айтып жатыр, сіздің тағдырыңызға бедеулік жазылған екен, сіз бала тумайды екенсіз деп айтады. Сонда Мұсаны көрген сайын қайта-қайта айта береді: Мұса, Алладан сұрашы, мен бала тууыма нәсіп етсінші Аллах Тағала, балалы болайыншы деп Мұсадан сұрай береді. Бір күні Мұса одан ұялғаннан басқа жақпен кететін болады. Бір күні біраз уақыттар өткеннен кейін Мұса келе жатса, әлгі әйел қолына кішкентай бір балапан шақалақ ұстап жүр. Мұса таң қалады: ей, бұл кімнің баласы? Бұл кімнің баласы деп сұрайды. Әлгі әйел айтады: менің балам дейді. Қалайша сенің балаң? Сенің тағдырыңа бедеулік жазылған ғой. Аллах Тағала сені тумайды деп айтты ғой деп айтты. Сонда Аллахқа дұға етеді. Алладан сұрайды: Аллахым, бұл әйелдің тағдырына бедеулік жазылған еді ғой. Бұл әйел қалайша туды дейді. Сонда Аллах айтады: ол маған көп дұға ететін еді дейді. Әсіресе
я рахману я рахим деп менің ұлы есімдерімді айтып менен сұрайтын еді дейді. Я рахману я рахим, я рахману я рахим деп ұлы есімдерімді айтып менен дұға етті, менен бала сұрады. Менің ұлы есімдерімді айтып дұға еткеннен кейін мен оның дұға тілегін қабыл алмаудан ұялдым дейді. Содан кейін оның тағдырына бедеулік жазылған болса да, мен оның тағдырын өзгертіп жібердім дейді. Ойласаңызшы. Ойласаңызшы. Тағдырына бедеулік жазылған бала туа алмайды, тумайды деп. Бірақ Аллах Тағала өзінің есім сипатын айтып барып дұға еткеннен кейін тағдырын өзгертіп жіберді. Міне сізге. Осыдан кейін менің тағдырыма кедейлік жазылған екен. Мен бай болмаймын. Мен осындай қарапайым болып қалуды Алла маған тағдыр қылып жазған екен деп үміттеріңізді үзбеңіздер. Аллах кез келген нәрсені береді сізге. Өзінің пендесі үшін Аллах ештемен аямайды. Сіздерге айтатын фишка, достар, дұға жасаған кезде Алланың ұлы есімдері бар. Я Рахман, Я Рахим. Осы есімді айтып дұға жасаңызшы. Алланың осы есімін айтып барып дұға жасаңызшы. Я Рахману, Я Рахим. Әлгі бедеу әйел осы есімді айтып Алла Тағалаға дұға жасады. Тағдырына бедеулік жазса да Аллах не айтты? Менің Я Рахману, Я Рахим есімімді айтып маған дұға жасаған еді. Аллах Тағала мен о дұға тілекті қабыл алмаудан ұялдым деп айтқан екен. Достар, осы айтылып жатқан дүниелер бекермен айтылып жатқан жоқ. Сіздер білсін, естімегендер естсін, амал етейік. Аллах Тағала қабыл етеді, иншаллах деп сондай мақсатты айтып жатырмыз. Мынау тәубе туралы сабақта, достар, бекермен болып жатқан жоқ, достар. Ал достар, бір дұға жасайық онда, дұға жасап эфирімізді тәмамдайық. Қан қолдарыңыз жайыңыздар. Алхамдулилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Я Рахману, Я Рахим, Я Зул Джалали вал Икрам, Я Гафур, Я Рахим. Аллахым, саған ғана құлшылық, сен ғана жәрдем тілеймін. Раббым, баршамыздың күнәларымызды кешіріп көр. Аллахым, осы дүниенің бақытын, ақыреттің бақытын көруге баршамызға нәсіп ете көр. Елімізге тыныштық, дінімізге күш-қуат бере көр. Аллахым, осы эфирге қатысып отқан барша өзіңнің пенделеріңнің Аллахым күнәларын кешіріп көр. Аллахым, қиналып жүргендерге жеңілдік бере көр. Аллахым, қарызда жүргендерге қарыздарынан құтылуына нәсіп ете көр. Аллахым, ауырып жүргендерге денсаулықтарына шифа бере көр. Я Рахману, Я Рахим, Я Зул Джалали вал Икрам. Аллахым, өзіңнен қандай ниетте дұға етіп жатса, Аллахым, бүткілін дұға тілегін қабыл ете көр. Аллахым, осы ниет етіп, Бисмиллахир-Рахманир-Рахим деп, Аллахым, осы тәубе сабағына тіркеліп жатқан пенделеріңнің, Аллахым, осы шығарған 5000 теңгесін, Аллахым, 5 миллиард болып өсіп, өзіне қайтуына, Аллахым, өзің нәсіп ете көр. Саған ол күн фаякун ғой, Аллахым, саған бол десең болады ғой, жеңіл ғой. Я Рахману, Я Рахим. Өзіңнің разылығың үшін, өзіңе жақындататын, өзіңді разы ететін амалды, өзіңді қуантатын амалды істеп жатқан барша мұминалар пенделерінің Аллахым дұға тілегін, ниеттерін қабыл ете көр. Уссаллиллаху аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллаху акбар. Ертең таңда Құран хатым болады. Осы Мұрат Анарбек парақшасында, TikTok'та да болады. Иншаллах таңғы 7:00-де Құран хатымға қатысып, күнімізді Құранмен бастақ, күніміздің берекесін Аллах Тағаладан тілесек, иншаллах Аллах Тағала қабыл етеді.
Ал баршаңызға разы болсын. Аллах Тағала